Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекеттің ең басты міндеттерінің бірі. Осы ретте кең дала 2 бағдарламасы бойынша көктемгі және күзгі науқан жұмыстарын қаржыландыру барысы тақырыбында брифинг өтті. Бағдарлама бойынша қанша қаражат бөлінді, оның тиімділігіне де бұл сұрақтарға аграрлық несие корпорациясының өкілдері жауап берді. Соңғы 3 жылда корпорация кең дала бағдарламасы аясында жыл сайын көктемгі егін егу және күзгі жиын терім жұмыстарын жүргізуге 140 миллиард теңге көлемінде қаражат беріп келді. Ал биыл қосымша қаржыландыру 300 миллиард теңгеге ұлғайтылды. Егер алдыңғы жылдары несиелер қысқа мерзімге беріліп, оларды 1 желтоқсанға дейін өтеу қажет болса, қазір қаржыландыру орта мерзімді болып өзгерді. Яғни қарызды өтеу мерзімі ұзартылды. Бұл фермерлерге астықты барынша ұтымды бағамен сатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кең дала 2 бағдарламасы бойынша қаржыландырудың жаңа шарты фермерлер үшін өте қолайлы болып саналады. Қарыз алушылар үшін жеңілдетілген жылдық сыйақы мөлшерлемесі 5% деңгейінде болады. Бұған дейін фермерлер пайыздық мөлшерлемені қысқарту үшін және субсидия алу үшін жергілікті жерлердегі ауыл шаруашылығы басқармаларына жүгінуге, жаңа міндеттемелерге қол қоюға, қаржының бөлінгенін күтуге мәжбүр болған. Бұл олардың қаржылық жағдайларына кері әсер етіп келген. Енді бұндай әурешілік болмайды. Мемлекеттік қолдаудың жаңа механизміне сәйкес фермерлердің кең дала 2 бағдарламасы бойынша алған қарыз сомасынан 85%-ын даму қоры кепілдендіретін болады. Осылайша көктемгі егін егу жұмыстарын жүргізуге қаржы қажет кезде шаруалар алатын несие сомасының 15%-на кепілдік қойса жеткілікті. Гүлсезім Шоқанқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.